Карате қарусыз қорғанудың бір түрі, яғни аяқ және қолмен қарсылас дененің осал тұсына соққы беруге негізделген. Бұл жекпе-жек өнерінің шатакан түрінде адамның дене дайындығы, күш, шапшаңдылық, шыдамдылық, ептілігі ғана сынға түспейді. Сонымен қатар жақсы жетілген әдіс-тәсіл, айла, спортшының бойындағы рух мықтылығы да сыналады. Бұның барлығын спортшылар жастайынан үйреніп, бойына сіңіреді. Наш город не впервые проводит соревнования республиканского уровня. Каратэ-до шатаканнан турнир елімізде жыл сайын ұйымдастырылады. Осы жылы турнир біздің қаламызда өткізілетін болып шешілді. Осылайша бүгін міне каратэ-додан қаламызда кезекті турнир өтіп жатыр. Спортшылар жас дайындықпен келгендігі көрініп тұр. Жарысқа еліміздің 11 қаласынан 200 спортшы қатысуда. Жекпе-жектер әр жас санаты бойынша 3 салмақ түрінен өтеді. Республикалық деңгейде ұйымдастырылған жарыс жоғары деңгейде өтуде. Сегодня, уважаемые темиртауцы, Национальная федерация. Бүгін Теміртау қаласында каратэ-до шатаканнан республикалық жарыс өтуде. Бұл қалада осы спорт түрінен жарыс соңғы рет 4 жыл бұрын өткен болатын. Теміртау қаласы өте әдемі қалалардың бірі. Ұйымдастырушыларға алғысымды білдіргім келеді. Әр жыл сайын Теміртау қаласының ұйымдастырушылары жоғары деңгейде дайындықтарын көрсетеді. Жарыс қорытындысы бойынша Татьяна Шматованың 8-9 жас аралығындағы шәкірттері алтын медальға ие болды. Дарья Терешина мен Анель Аманбаева қыздар құрамасында командалық комитеден күміс жүлде иегері атанды. Сонымен қатар Дарья Терешина жеке комитеден екінші, Анель Аманбаева үшінші орынды иеленді.